Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Квалтесттің мына бір есебін талдап көрейік. Бұл теңдеулер жүйесіне берілген және соның ішіндегі логарифмді және көрсеткіштік теңдеулерден құралған екен. Сонымен есеп былай делінген. X-тің y дәрежесі 3-ке тең, логарифм негізі 3 болғанда x азайтамын 2, қосамын y тең 0. Бұл есепті шығару үшін теңдеулер жүйесін шешудің алмастыру тәсілін пайдаланамыз. Алмастыру тәсіл дегеніміз бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы өрнектеп жазу. Сондықтан біз теңдеулер жүйесіндегі екінші теңдеудегі y-ті таптық. Сонда y-ті x арқылы өрнектеп жаздық деген болады. Сонда y тапқан кезде 2 азайтамын логарифм негізі 3 болғанда x болады. Енді осы y-тің шыққан өрнегін алып барамызда бірінші теңдеудегі x-тің дәрежесіне тұрған y-тің орнына апарып қоямыз. Сонда x-тің 2 азайтамын логарифм негізі 3 болғанда x дәрежесі болады тең 3-ке. Енді бұл есеп 11-ші сыныптың есебі, сондықтан мынау қызылмен қоршап қойғанымыз бұл есептің шарты болып тұр. Бағанағы y-тің орнына қойғандағымыз. Енді біз оның барын логарифм деп жатырмыз. Енді бұл жерде неге 3 деген, логарифм негізі неге 3 деген сұраққа жауап беріп кетейік. Ол кезде біздің есебіміздің шартында ол логарифм негізі 3 бар. Сондықтан теңдіктің сол жағында, оң жағында логарифм негізін 3 деп алып отырмыз. Ал енді ары қарай, енді логарифмнің қасиеті бойынша дәрежені алдына коэффициент қойып түсіреміз. Оң жағы негізі де санымызда 3-ке тең болған кезде 3-тің неше дәрежесі 3 деген сұрақ қойылып тұр бұл жерден. Ол 1-ге тең болады. Енді ары қарай жақшаны ашамын. Логарифм негізі 3 болғанда x-ті 2-ке көбейтемін. Сонда 2 алдына коэффициент болып түседі. Сонда 2 еселенген логарифм негізі 3 болғанда x азайтамын. Логарифмне көбейткен кезде логарифмнің квадраты болады. Бұлардың негіздері бірдей болып тұр. Логарифмнің квадраты x тең 1 болады екен. Енді ары қарай берген жаңағы жақшаны ашып болғаннан кейін барып дәрежесінің кему ретімен жазып көрейік. Сонда логарифм негізі 3 болғанда 2, x азайтамын. 2 еселенген логарифм негізі 3 болғанда x қосамын 1 тең 0. Бұның алдындағыда логарифмнің квадратында минус тұрған соң, соның барын теңдіктің оң жағына ауыстырдық деп жазып алдық. Енді жаңа айнымалы енгіземіз. Логарифм негізі 3 болғанда x-ға a деп жаңа айнымалы енгізейік. Сонда a-ның квадраты азайтамын 2a қосамын 1 тең 0 түрінде квадрат теңдеу болады. Келтірілген квадрат теңдеу болады. Енді бұны 11-ші сыныптың оқушылары да біледі, бұны 7-ші сыныптың оқушылары да біледі. Және бұл мұғалімдерге қиындық тудырмау керек. a квадрат минус 2 қосамын 1 дегенім, бұл 2 өрнектің айырмасының квадраты деген қысқаша көйту формуласына келеді. Сонда бұл жерден a азайтамын 1-дің квадрат тең 0 болып теңдеу болады. Бұл жерден a-ның мәнін табатын болсақ, a-ның мәні 1-ге тең. Енді алып барып осы a-ның мәні 1-ге тең деген өрнекті, яғни мәнді алдындағы логарифмді жаңа айнымалы енгізген жерге апарып қоямыз. Сонда логарифм негізі 3 болғанда x-ім тең 1-ге болады. Енді бұл жерден x-ті табайық. X-ті табу үшін сұрақ қойылады. 3-тің 1 дәрежесі нешеге тең деген. Сонда 3-тің 1 дәрежесі 3-ке тең болады. X-тің мәні табылды, 3-ке тең. Енді y-тің мәнін табамыз. Теңдеулер жүйесіндегі есепте бірінші теңдеуіміз x-тің y дәрежесі тең 3 деген өрнектің теңдеу бар етін. Сондағы x-тің орнына 3-ті апарып қойсақ, сонда 3-тің y дәрежесі тең 3 болады. Бұл деген сөзіміз 3-тің y дәрежесі тең 3-тің 1 дәрежесі болады. Негіздері бірдей болғанда негізін тастап кетіп, дәрежелеріне неге тең екенін жазамыз. Сонда y-тің мәні 1-ге тең. Берілген теңдеулер жүйесінің жауабы 3-те 1 деген жауап болып тұр. Құрметті көрермен, осындай тақырыптардың шығарылу жолдары іздеп жатсаңыздар, онда менің каналымнан таба аласыздар. Рахмет, қош сау болыңыздар.